Сәлем достар, менің есімім Айым. Қалай ойлайсыздар? Нағыз мұражай жұмыскері үшін ең маңыздысы не? Әрине ол мұражайдағы жәдігер. Біздің музейде 24 мыңнан астам әртүрлі жәдігерлер бар. Олардың әрқайсысы бізге өте маңызды. Себебі олар бір тарихи оқиғаның сақтаушысы. Мысалы, бұл лосьонға арналған құты. Бұл жәдігерді Хольцмиллер отбасы өздерінің үйлерінде тапқан болатын. Бұл олардың отбасылық құндылығы. Ал қазіргі таңда бұл біздің мұражайдың жәдігері болып саналады. Біздің мұражайдың достары өздерінің үйлерінде тапқан олжаларын бізге жіберді. Соларды тамашалайық. Мына тарақты үйден тауып алдым. Бұл тарақ анамның анасынан, әжемізден қалған отбасылық құндылық. Бұл тарақты көргенімде мен әжемді еске аламын. Ал енді келесі олжаны көрейік. Вот эта вот шляпка, смотрите, какая красивая, хранится у нас дома. Память о моей тете. В послевоенные годы она вот модничала в такой шляпке и была первая красавица, модница. Ал бұл үйде табылған олжаны ешкім белгілемеген. Видео фотосуреттеріңізді біздің Instagram парақшамызға лақтырардың алдында міндетті түрде аты жөндеріңізді жазып жіберіңіздер. Кейін келесі аптада 18 мамыр мұражай күнінде сіздің видео роликтарыңызды, фотоларыңызды барлық қала тамашалай алады. Сау болыңыздар!